Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздікке жетуі тілімізге мемлекеттік мәртебе беруіне жол ашты. Халықтың өмір сүруінің, ұлттық рухани жетілуінің әрі құралы, әрі қазынасы, тілдің қасиеті мен құдіреті. Данышпан Абай өнер алды қызыл тіл десе, Қытайдың атақты философы Конфуций тіл туралы былай деп айтқан екен: егер де маған ел басқару мүмкіндігі туса, ең алдымен сол елдің тіл мәселесін қолға алар едім. Себебі тіл бірлігі болмаса, пікір бірлігі болмайды, және идеология дұрыс түсіндірілмейді. Идеология дұрыс жүргізілмесе, ортақ түсіністік таппаған елде бірлік болмайды. Сондықтан бәрінен де бұрын адамдар арасындағы бірлікті ұстап тұрған тіл мәселесі маңызды. Тілдің ең басты және негізгі қасиеті қатынас құралы болу екенін ұмытпауымыз керек. Қазақ тілінің маңыздылығын және қолданыс аясын кеңейтуді сонау алаш зиялыларынан бастап бір ғасырдан бері айтылып, жазылып келеді. Жоғарғы оқу жүйесінің басты мақсаты Қазақстан Республикасының бүгінгі сапасының деңгейі мен болашақ бағытын анықтауды, әлемдік өркениетке жетудің жолын айқындауды қамтамасыз етер, білімді де, мәдениетті, білікті де саналы дара тұлға тәрбиелеу. Қазақ тілін дамыту және мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайту еліміздегі мемлекеттік саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі. Қазақстан әлемге бәсекеге қабілетті үш тілді меңгерген жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Сондықтан елбасымыз білім беру жүйесінің алдында бірнеше тіл меңгерген бәсекеге қабілетті маман даярлау міндетін қойып отыр. Көп тілділік бүгінгі күннің талабы. Елбасы айтқандай, қазақ тілі мәдениеттің бір бөлігі ретінде барлық қазақстандықтарды біріктірудің қосымша құралы болуға тиіс. Бұл барлық ұлттар мен ұлыстарға қазақ халқының мәдениетін, дәстүрін, әдет ғұрпын, тұрмыс тіршілігін танып білудің негізі болып табылады. Оны оқып үйрену, мәжбүр ету арқылы емес, саналы түрде жұрттың барлығы үшін бала жастан басталуы, ұйымдық және әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуі тиіс. Яғни, тіл саясаты елімізде ең алдымен қазақ тілінің қоғамымызды біріктіруші, топтастырушы міндетін орнықтырумен байланысты жүргізілуде. Бүгінде ұлт дамуының өркениетке жету жолындағы бір белесі орфографиялық ережелерді қатаң сақтай отырып, жас ұрпақтың бойында жазудың сауатты дәстүрін қалыптастыру деп ғалым Әбдуәли Қайдар айтқандай, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде үш тілді оқытуды жүзеге асыру мақсатында тіл үйренушілерге барлық жағдай жасалған. Қазақ тілін үйретуде мультимедиялық оқулықтар, интерактивтік тақта және қазіргі заманға сай жаңа технологиялар кеңінен қолданылады. Қазақ тілін жетілдіру мақсатында бірнеше танымдық мәдени іс-шаралар өткізіледі. Студент жастарымыз университетте республикалық, аймақтық сайыстарға қатысып, өздерінің мемлекеттік тілді жетік меңгергендіктерін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болып жүр. Сонымен қатар, университетте тәжірибе түрінде көп тілді білім беруде қазақ тілін деңгейлетіп оқыту жүргізілуде. Бұл ұлттық мұраны жете меңгерген, ана тілінің сөздік қорын жетік игерген азаматқа рухани құндылықтарды білетін,
өз ұлты мен тілін қастерлейтін, жері мен елін қадірлейтін, отанын сүйетін, дүние танымы кең, ізденгіш, еңбекқор зиялы ұрпақ қалыптастыру деген сөз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі тұман деп Міржақып Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі білімді ұрпақ. Мемлекеттік тілді негізге ала отырып, әлемдік қауымдастыққа еш қиындықсыз, кедергісіз кіре алатын, өз ұлтын, елін халықаралық ірі ұйымдарға таныта алатын ұрпақтың өсуі бізге де мақтаныш болар еді.